Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда самса әзірлейміз. Ең алдымен ұнымызды аламыз, бір жұмыртқа қосамыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып, 250 грамм сары майымызды ерітіп алып, ұнымызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Он 15-20 минутқа салафан жауып және орамалмен жауып қалдырамыз. Ендігі кезекте фаршын дайындаймыз. Фарш пен пияз және қара бұрыш, етке арналған дәмдеуіш, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды осылай бөліп алдық, жұқалап жайып, бір жарым ас қасық фаршымызды салып, шеттерін осылай айналдыра түйіп шығамыз. Жасалуы өте жеңіл, ерекше самса түрі, ортасын осылай ашық қалдырамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста алдын ала қызған пешімізге 45-50 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей самсамыз пісті. Сондай дәмді шықты, әрі әдемі. Жасалу жолы оңай. Өте дәмді болды самсамыз. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Ақжарқын. Сау болыңыздар.